Сәлем құрметтілерім, бүгін біз сырдан жасалынған рулет жасайтын боламыз. Бізге 5 жұмыртқа қажет, және де жарты қасық, кішкентай қасықпен тұз. Осы 190 грамның жартысын қосамыз майонезден, және сырдан, яғни ірімшігімізден 100 грамм салатын боламыз. Барлығын араластырып, противенге құйып, примерно 20-25 минутқа пешке 180 градусқа қойып аламыз. 150-200 грамм фарш, бір жуа қосамыз, және чеснок, тұздықтардан тұз, паприка, бұрыш, қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Піскен беткі жағын артына жіберіп, астыңғы жағына фаршымызды салып, осылай барлық жеріне тигізіп, жайып орналастыра отырып, фарштарымызды дөңгелетеміз. Сосын бетіне осылай фольганы салып аламыз. Дөңгелетіп фольганы, яғни орап тастаймыз. Пешке 45 минутқа 180 градусқа қойып аламыз. Пісуге жақындағанда бетін ашып қойсаңыздар да болады. Сырдан жасалынған ортасында фаршы бар рулетіміз дайын болды. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.